yetkizib және өзіңізді таныту мақсатында дөңгелек ортаға шыға қояйық. Шығып қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Енді ары қарай ойластай береміз. Әзірім, тәртіпті, мейірімді және де ақкөңіл қажыр. Мен Мұрат Рәмилеттің отырат оқушымын. Мен Әлбек-Әнел, ақылды, ипалы, инабатты. Жақсы. Ендеше отырып алсақ, орналасып алсақ, ендеше үй тапсырмасына кірісеміз. Үй тапсырмасы біздерде хикаяттың басын оқу Бекбек Соқпақбаевтың және менің атым Қожа фильмін қарап келу болатын. Ендеше сол фильмге назар аударып, фильмнен көргендеріміз бойынша мына ящиктарда тұрған сұрақтарға жауап айтамыз. Және кім дұрыс жауап береді, соған яғни түнгі біздің сабағымызда мен қоңырау беремін балалар. Қай санды таңдайды балалар? Қай топтан? Санай табыңыздар. Қай санды таңдайды? Ол қожаны қулыққа апарғысы келеді. Қулыққа апарғысы келеді, яғни қандай адам ол? Жаман. Жақсы. Ары қарай келесі. Мына топтан таңдай қойыңдар. Қай санды таңдайсыз? Қайда ол? Не себепті қожаға оның есімі ұнамайды? Бұл яғни бізде шыққанның басы, киплоның басы, да? Қожаға айтқанында, басқа жерден айтқанында ұнамайды. Кейбір адамдардың есіміне олар тамсанып, өйткені айтқанда олар өзінің атын жақсы айтады. Бізде кітапта оқыған жоқпын, бірақ киноға барған кезде ойлаймын. Қожа деген кітап алуға барған кезде сол көп көзді келіншек оны өткізбеген болатын. Ең алғаш кездесуі, да? Жақсы, ең соңғы кім болып шығады олар? Мұғалімі және сынып қоңырау не үшін керек? Ол түркі бірінші қаңтар, менің атым Қожа, мен үміт еткен қоғам бөлімі бойынша бүгін жұмыс жасайтын боламын. Пән мұғалімдері қандай мәлімет еткенде соларға тоқталып талдаулар жасаймыз. Еңбекті жерлерді жазып отырамыз дәптерімізге. Үшінші топ тыңдап түсінгенімізді айтамыз. Жақсы, бірінші топ тыңдап тұрайық. Бастап Айзерен қойыңда. Өзі шағын ғана мәтін берілген. Сұраққа сабаққа ішіп қояды. Орыс тілі не болып жатамай, сұрамауын қалап оқиды. Қалау орындалды ма? Орындалды. Кімде? Өйткені Сөйлете. Жарайды, балалар. Не салды? Қожа апайдың сөмкесіне бақа салды. Жақсы. Ал келесі бізде енді бір сурет қалды. Ол суретті білеміз екен. Айта ғой. Ана жерде қожа сыртта орда. Жалғыздар. Шағырғана күдік бәрі жанымен топқа автораны күнге таңдап түсіп, сол сәйкесті орындайды. Бірақ бүгінгі мәтінімізде Қожа бар, Анфиса Михайловна бар және кімдер келесі? Сабира Майқанова. Енді осы үшеуіне, яғни олар қандай және қандай әрекеттер істеді. Соны отырып жазып шығарғанда келеңіз бастырма сіздерге үлгі беріп жатқанда. Әр топтан бір блок үшін талай сосын. Тек басам